Қостанай облысы Бейімбет Майлин атындағы ауданның Әйет селосының объездной жолы. Мынау жол мінеке. Қазавтожол қайда қарап жатыр? Бұл Россиядан келе жатқан жолдың ауылда айналып өтетін объездной жолы. Міне осындай түрі. Мынау грузбен келе жатқан машиналар мінеке, грузовой. Мына мен қалай жүр дейді. Қазавтожол налог төленіп жатыр. Ақылы жолдардан ақша түсіп жатыр. Мынандай жолдарды қайта жарайды, асфальт емес, қайта тегістеп отыруға болады ғой бір мезгіл. Мынау мен уже 5 жыл жүрмін, 5 жылда міне осы қалай болды солай. Құрғақ күндері мына грейдердің оң жағымен де сол жағымен де кім қалыдай жол тауып алады, осы сонымен жүреді. Кезінде мынау поселоктың ішімен өтетін бізде. Оған алдыда знак қойып, арка қойып қойды. Жарайды, қойсын, поселоктың ішімен жүрмей қойдық. Но бірақ мынау жолды бір мезгіл қарап отыруға болады ғой. Қазір міне дорожниктар жолда ешқандай дорожник жоқ. Осында жағдай міне. Бұл жан айқай әрқайсысы шопырлардың. Грузымыз қалай жететін, қалай жеткізетінімізді де білмейміз мынандай түрмен. Мынау өзі небәрі бір 2,5-3 шақырым ғана. Қазавтожол сіздерге түсіріп жатырмыз. Халық жолда осындай нелерді жиі жіберейік. Әкімге, аудан әкімі қайда қарайды? Олар мынандай жолмен жүрмегесін қарамайды да мұндай жолға.